Достар, бүгін біздің шоуда Honor 200 смартфоны. Honor компаниясының қолжетімді флагмандық сериясының соңғы өкілдерінің бірі. Бұл смартфон қолайлы бағамен озық технологияны ұсынатын құрылғы ретінде сатылады. Біз оның негізгі сипаттамаларын егжей-тегжейлі қарастырамыз. Сонымен қатар Honor 200-дің бәсекелестердің арасындағы ерекшеліктерін айтып кетеміз. Дисплейден бастайық. Honor 200 6.7 дюймдік Full HD AMOLED дисплеймен және 120 Гц жаңарту жылдамдығымен келеді. Бұл анимацияның біркелкі көрсетілуін және кескіннің жақсы айқындылығын қамтамасыз етеді. Салыстырмалы түрде қарасаңыз, сегменттегі көптеген бәсекелестерге қарағанда жоғары жаңарту жиілігіндегі дисплейлерді ұсынады. Бірақ барлығы бірдей жоғары жарықтылықпен Honor 200 сияқты 4000 нитке дейін жете бермейді. Бұл маңызды артықшылық. Әсіресе құрылғыны шуақты күнде сыртта пайдаланған кезде. Honor 200 дизайны дөңгелек корпус пен дисплей пішіндерімен заманауи стильдер салған. Оның салмағы шамамен 187 грамм. Оны ұқсас модельдермен салыстыруға болады. Сондай-ақ күңгірт артқы панелі құрылғыға талғампаз көрініс береді және саусақ іздерінен қорғайды. Бұл бәсекелестердің жылтыр қабығымен салыстырғанда қосымша плюс деп санауға болады. Корпуске байланысты Honor 200-дің 200 Pro-дан бір айырмашылығы бар. Honor 200-де IP65 стандартына сәйкес шаң мен судан қорғанысы болмағанымен смартфонның төзімділігі одан кем емес. Honor 208 ядромен қуатты Adreno 720 графикасымен біріктіретін Snapdragon 7 Gen 3 процессормен жабдықталған. Бұл көптеген заманауи қолданбалар мен ойындарды басқаруға мүмкіндік беретін құрылғының жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. Егер смартфонда Honor 200 Pro нұсқасымен салыстырсақ, Honor 200-дің процессоры сәл осалдау, бірақ өз тұрақтылығымен таң қалдырады. Дегенмен де, процессордың мүмкіндіктері ойыншылар мен мультимедиалық белсенді пайдаланушылардың көңілінен шығады. Honor 200-дегі жедел жады 8 және 12 гигабайтты құрайды. Ішкі диск не 256, не 512 гигабайт жадты ұсынады. Алайда жад картасының ұясы жоқ. Бұл құрылғының жадын кеңейтуге дағдыланған пайдаланушылар үшін минус болуы мүмкін. Камералар кез келген заманауи смартфонның негізгі аспектілерінің бірі. Honor 200 оптикалық кескінді тұрақтандыруды қолдайтын 50 мегапиксель сенсоры бар үштік негізгі камераны ұсынады. Бұл маңызды артықшылық, өйткені ол жарық жеткіліксіз болған жағдайда да анық суретке түсіруге мүмкіндік береді. Дегенмен кескін сапасы тек мегапиксельдерге ғана емес, сонымен қатар Honor дәстүрлі түрде егжей-тегжейлі назар аударатын бағдарламалық жасақтаманы оңтайландыруға да байланысты. Сонымен қатар Honor 250 мегапиксель телефото объективімен және 12 мегапиксель ультра кең бұрышты камерамен жабдықталған. Салыстыру үшін бәсекелестер көбінесе қосымша камералардың ажыратымдылығы төмен сенсорларды пайдаланады. Бұл Honor 200-дегі камераның әмбебаптығын бағалайтындар үшін тартымды таңдау етеді. 50 мегапиксель алдыңғы камера бәсекелестен де ерекшеленеді. Бұл айқын селфи мен 4К ажыратымдылығында бейне жазу мүмкіндігін ұсынады. Honor 200 аккумуляторының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. 5200 мАч аккумулятормен жабдықталған. Бұған қоса 100 ваттық жылдам зарядтауды қолдау құрылғысы небәрі 30 минут ішінде 75%-ға дейін зарядтауға мүмкіндік береді. Оның арқасында сіз әрдайым телефоныңыз қосулы болады және смартфонда ойнасаңыз да фильм көрсеңіз де құрылғы әрқашан қосулы. Honor 200 Android 14 негізінде Magic OS 8 операциялық жүйесінде жұмыс істейді. Бұл пайдаланушыға операциялық жүйенің соңғы мүмкіндіктері мен жаңартуларына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Magic OS 8 өзінің оңтайландырылуымен және ыңғайлылығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар Honor 200 көптеген сенсорлармен жабдықталған. Соның ішінде экран астындағы саусақ ізі сканері, гироскоп, жарық сенсоры және компас. Бұл қазіргі заманғы смартфондарға арналған стандартты жиынтық. Оны көптеген бәсекелестерінен табуға болады. Қорытындылай келе, Honor 200 өзінің баға санаты үшін өте жақсы сипаттамалар жиынтығын ұсынады деп айтуға болады. Ол сапалы дисплеймен, жақсы өнімділікпен, қуатты камералармен және сиымды батареямен ерекшеленеді. Бәсекелестермен салыстырғанда Honor 200 бірнеше негізгі артықшылықтарға ие. Соның ішінде экран жарықтығы, зарядтау жылдамдығы және ішкі жад көлемі. Алайда кейбір шектеулерді ескерген жөн. Мысалы, суға батыруға арналған қарсы қорғаныс және жад картасының ұясы жоқ. Бұл нюанстар белгілі бір пайдаланушылар үшін маңызды болуы мүмкін. Алайда көпшілікті қатты алаңдататыны екіталай. Қалай болғанда да Honor 200 бұл кең мүмкіндіктері мен заманауи технологиялар бар қолжетімді флагманды іздейтіндер үшін лайықты таңдау. Назарларыңыз үшін рахмет. Технология әлемінің жаңалықтарын бірге талқылау үшін арнаға жазылуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз.